Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Апта Ньюс. Хабарландыру. 1 сыныпқа қабылданатын балалардың құжаттары 1 сәуірден 1 тамызға дейін жалғаспақ. Балаңыз білімді, тәртіпті, жаңаша ойлауға бейім болып өссін десеңіз, Абылайхан атындағы номер 140 Қазақ орта мектебі сіздерді күтеді. Қосымша ақпарат алу үшін төмендегі номерге хабарлассаңыздар болады. Мектебімізде өткен педагогикалық кеңесте мектеп президенті ретінде оқушылар атынан біршама ұсыныс айттым. Ұсыныстарымның көпшілігі қолдау тапты. Мектеп парламент мүшелері алматылық тренер Асхат Абжановтың көшбасшылық негіздері тақырыбындағы мотивациялық кешіне қатысты. Бұл тренингтен оқушылар өздеріне қажетті дүниелерді сақтап алды. Дана халқымызда қашанда елдіктің, берекелі бірліктің, ырыс пен ынтымақтың бастауы болып саналатын Әз-Наурыз мейрамы біздің мектебімізде де тойланды. Салт пен дәстүр ұмытылмайды. Бұл күні мектеп әжелері аластау рәсімін жасап, жеті көше таратты. Үштік одақ негізінде мектеп өміріне белсене атсалысатын ата-аналар, сондай-ақ олимпиада жеңімпаздары мен жетекшілері марапатталды. Мектеп театр жобасын ұйымдастыру бұл балалардың ертегідегі кейіпкерлердің рөлін сомдайтын ғажайып әлем. 7 сынып оқушылары Крыловтың «Ворона и лисица» ертегісі желісінде қойылым түсірді. Ал бастауыш сынып оқушылары Нартай Бекежанов атындағы драма театрында «Балапан қораз» ертегісін тамашалады. Өткен апта 7 сынып оқушылары үшін жемісті апта болған секілді. Менің өмірімдегі мақал-мәтелдер жобасы аясында оқушылар рухани жаңғыру орталығына барып қайтты. Оқушылар мен қолданатын мақал-мәтелдер, мәні өзгерген мақал-мәтелдер тақырыбына әзірлеген баяндамаларын оқып, жиреншенің тапқырлығы атты қойылымын ұсынды. Біздің ұстаздар сан қырлы. Адам өмірінде ұзақ өмір сүріп, денсаулығы мықты болу үшін спорттың алатын орны ерекше. Осы орайда мектебіміздің жас ұстаздар арасында спорттан сайыс өткізілді. Мектеп оқушыларының да спорттан жетістіктері аз емес. Қала мектептер арасында өткізілген волейболдан жарыста мектеп оқушылары 4-ші орынға табан тіреді. 9 құмалақтан жасөспірімдер арасында облыстық турнирде 6-шы Ә сынып оқушысы Мұхан Айзере алғыс хатпен марапатталды. Дәл осы сыныптан Мырзабай Инабат Ақтөбе Open 2022 республикалық турнирінде 3-ші орын иеленді. 8-ші А сынып оқушысы Бекболат Ырысбек облыстық ашық біріншіліктен 2-ші орын иеленді. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында Кел оқиық айдарының 3-ші шығарылымы жарық көрді. Мұнда оқушылар Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романына талдау жасады. Оқуға құштар 6-шы сынып оқушылары Әбілда Тәжібаев атындағы кітапханада жазушылықты жанмен сүйген атты әдеби кешке қатысып, алтын адам рөлін сомдады. Апта көлемінде болған жаңалықтар осы. Назарларыңызға рахмет.